Ашаршылық кезеңі. Үнсіз қырғын. Тонның 1 минуттық тарихы. 1930 жылдардың басы. Қазақстан. Бұл жоспарланған саясаттың салдары. Қағаздағы шешімдер мыңдаған өмірді қиды. Қазақ халқы көшіп қонып өмір сүрді. Мал тіршілік көзі. Мал өмірдің өзі. 1928-1933 жылдары. Кеңес одағы, соның ішінде Сталин мен Молотов, Қазақстанда ұжымдастыру мен отырықшыландыру саясатын жүргізді. Бұйрық, отырықшы болу, малды мемлекетке өткізу, қарсылық, халық жауы. Нәтижесінде малдың 80-нен 90-ға дейін пайызы алынды. Ауылдар бос қалды, халық азықсыз қалды. Тірі қалғандар да үнсіз азап шекті. 1931-1933 жылдары ашаршылық бүкіл Қазақстанды қамтыды. Мыңдаған отбасы қашты. Қытайға, Орта Азияға, Ресейге. Шекаралар жабылды. Көпшілігі кері қайтарылды. Мәскеуге хат жазылды. Халық қырылып жатыр. Жауап болмады. Сөздер қағазда ғана қалды. Салдары 1,5 миллионнан 2 миллионға дейін адам қаза тапты. Қазақ халқының шамамен 3-тен 1. Мыңдаған ауыл жойылды. Көшпелі өркениет күйреді. Жойылған ауылдар ұмытылмаған тарих. Бұл Кеңес одағының бұйрықтары мен жергілікті биліктің әрекетінің нәтижесі. Құжаттар құпия сақталды. Бұл үнсіз жасалған қылмыс. Тарих үнсіз қалмайды.